мной танцевальная группа, танцевальная сборная «Шах». Итак, Азамат, как тебе праздник? Как он прошел? Праздник очень хорошо прошел, супер вообще. Я как понимаю, ты организатор этой сборной? Да. Хорошо. Итак, как тебе выступление? Давно ли ты в этой сборной? И сегодняшнее выступление, как народ поддержал, нравится? Я давно в этой сборной, скажем, в группе. Да, народ хорошо поддержал, выступление было сногсшибательным. Хорошо. Вообще в целом настроение хорошее, да? Саламатсыздар ма? Көңіл-күй қалай? Керемет, өте жақсы. Сізге Орал қаласы қалай? Жалпы бірінші ретсіз Орал қаласында? Жоқ, бірінші рет емес, себебі Орал қаласынан бірнеше концерт келдік. Өзіміздің жеке концерттерімізді осы Орал қаласында, Ақсай қаласында, Подстепный елді мекенінде көптеген өзіміз жеке шығармашылық кештерімізді өткіздік. Орал қаласын өте жақсы көреміз, халқын жақсы сағынып әрқашан келіп тұрамыз. Қала күнімен құттықтап жүрсеңіз бірнеше тілек айтып жіберіп. Біріншіден, ассалаумағалейкум Орал. Қала күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тек қана осы Орал қаласы әдемі болып, жасыл болып, көркейе берсін. Жасай беріңіздер. Бастау тобы сіздер шын жүректен құттықтайды. Сіздердің қалаларыңызға келгеніме өте қуаныштымын. Орал қаласы өте керемет қала, халқы да өте керемет, жақсы қарсы алып жатыр. Қала күні құтты болсын, туған күнмен Орал. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Көркейе беріңіздер, өсе беріңіздер. Біздің осындай Қазақстанымызда осындай қала бар болғанына мен мақтанамын. Сәлеметсіз бе, концерт қалай өтіп жатыр? Концерт әдемі өтіп жатыр қазір. Бірер секундтан кейін шығамыз бұйырса. Орал қаласы қалай, ұнады ма сізге? Орал қаласы бір емес, екі емес, үшінші рет болуым. Әрқашанда керемет қарсы алады, жастар көп. Дән ризамын. Қала күнімен және барша оралдықтарды құттықтаймын. Саламатсыз ба? Қала күні қалай өтіп жатыр? Саламатсыз ба, қала күні өте көңілді өтіп жатыр. Көп рахмет оралдықтарға. Керемет көңіл күй сыйлап жатыр. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Как мы можем наблюдать, на концерт в честь Дня города собралось такое большое количество народу. Здесь просто очень большое собрание людей. Итак, давайте попробуем взять интервью. Подойдем. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Концерт ұнап тұр ма? Ұнап тұр, иә. Бір сұрақ, ең есте қаларлық сәт осы концертте бір номер болса, артист ұнайтын. Тәуекел Мүсліман айтса дейін ба? Ведущий ола ма? Иә. Красавчик бола ма? Әрине. Жарайды. Орал тұрғындарына айтар тілегіңіз? Оралымыз өрлей берсін, туған күні құтты болсын, Ақжайық алға. Рахмет, назарыңызға рахмет, бірге болсын. Пойдемте дальше. Пойдем. Пойдем. Сәлем, есімің кім болады, көңіл күйің қалай? Нұрай, жақсы. Концерт ұнап тұр ма? Иә. Кім ұнайды саған көп? Тәуекел ма, әлде Айдана ма? Айдана. Айдана, неге ұнайды? Білмеймін, ұнайды. Әдемі ма? Иә. Дауысы жақсы да? Иә. Ал Орал тұрғындарына тілек айтасың ба? Иә. Қандай? Орал туған күнімен. Үлкен рахмет. Мы видим здесь контингент разных возрастов, очень много людей. Дети, взрослые, старики, семьи. Все собрались, чтобы взглянуть на звезд эстрады Казахстана. Пойдемте дальше, может еще кого-нибудь встретим. Сәлем берді қыздар. Көңіл күй қалай, концерт қалай? Күшті, рахмет, қала күні құтты болсын. Әрине, рахмет, бірге болсын. Ең есте қаларлық сәт осы концертте. Барлығы керемет, барлығы да есте қалдыруға болады. Қандай артист сізге ұнайды? Бүгінгі сценаға шыққан артисттардың арасында? Айдана Меденова, Тәуекел Мүслім, барлығы очоу да күшті, барлығы да танымал. Рахмет барлығына. Жарайды, назарыңызға рахмет.
воздухе веет атмосфера радости. Очень хорошее настроение у всех людей. Думаю, эта ночь, этот вечер запомнится многим и надолго.